Сәлем достар, сіздермен бірге селебрити арнасы. Бүгін сіздермен шетелде жүріп, тіл білмесе де, еңбегі мен табандылығының әрі кәсіби қабілетінің арқасында ең танымал сериалға түсіп, шетел көрермендерін таңдай қақтырған жерлесіміз Берік Айтжанов туралы айтамыз. Кейбір сыншылар қазақ актері Берік Айтжановты өзінің тартымдылығының кепілі деп санайды. Режиссерлер қазақты, ұйғырды және өзбекті сомдай алатын әртістің сыртқы сұлулығына сүйенгендіктен кинодағы дебюттік рөлдерін кастингсіз алғанымен келіссе де, ол мұны жоққа шығарады. Десе де орындаушы өзінің мансап жолындағы керемет жетістігі оның ерекше өнерінің арқасында ғана қарыздар екенін атап көрсетеді. Өйткені ол бір қабылдаудан болатын данышпандардың бірі емес. Берік Бөшенұлы Айтжанов 1979 жылы 11 наурызда дүниеге келді. Әкесі ауыл шаруашылық институтын бітірген соң, көп ұзамай ауысқан Қазақ КСР-ның Қызылорда облысына келген. Ол отбасында дүниеге келген 3 баланың екіншісі болды. Ол 3 жасында ата-анасы Алматы облысының Іле ауданына қоныс аударып, болашақ актердің балалық және жастық шағы осында өткен. Берік әулетінде тек әжесі ғана халық әндерін орындағандықтан кәсіби өнерпаздар болмаған деп айта аламыз. Әкесі құқық қорғау органдарында ұзақ қызмет атқарды. Кейін институтта өзі таңдаған мамандығы бойынша жұмыс істей бастаған. Анасы өмір бойы балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді. Соған қарамастан Айтжановтың өнерге деген жолы балалық шағында айқындалды. Туыстары еске алғандай, ол кішкентай кезінде ансамбльде солист болған, тіпті теледидарда өнер көрсеткен. Мектепте ол да жиі сахнаға шықты, бірақ жасөспірім кезінде ол өте ұялшақ болды. Тіпті қайтадан аузын ашуға қорықты. Дегенмен, кешегі түлек Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыка факультетіне түсуге белсене кірісті. Бірақ оған дейін кәсіптік училищеге қабылданбағандықтан кез келген жұмысқа тұруға тура келді. Ал салмағының аздығынан әскери қызметке жарамсыз болып шықты. Мәртебелі мүмкіндік жағдайға араласты. Соның арқасында модельдік агенттің қызметкері әдемі жас жігітті байқап суретке түсуді ұсынды. Көп ұзамай Берікті режиссер Серік Нарымбетов түсіріп жатқан Ләйла дұғасы фильмінің кастингіне шақырды. Әрине, кәсіби деректері болмағандықтан ол кастингтен өтпеді. Бірақ ол дәл осы кәсіппен айналысқысы келетінін түсінді. Айтжанов тағы бір нәрсені түсінді. Арнайы білімсіз табысты актер болуы мүмкін емес. Алайда ата-анасы оның таңдауын бірден құптамады. Өйткені оның сенімді мамандық таңдағанын қалады. Айтжанов университетте Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының бас режиссері Исмұхан Абаев пен Галина Польскихпен бірге Рубен Фраерменің Жабай Иттинго режиссері Юлия Карасиктен сабақ алған. Айтжанов 2004 жылы институтты бітірген соң Исмұхан Несіпбайұлының шақыруымен Мұхтар Әуезов атындағы драма театріне актер болып орналасады. Оның дебюті Уильям Шекспирдің трагедиясына негізделген Гамлет пьесасындағы Офелияның ағасы Лаэртестің рөлінде өтті. Дегенмен, әртістің сахнаға алғашқы кәсіби шығуы қанағаттанбады. Беріктің айтуынша, ол кезде оның тәжірибесі жеткіліксіз болған. Ол білім алғанымен актер ретінде өте және діріл болды дейді. Одан кейін Антон Чеховтың пьесасы бойынша Қарагөз, Сұлу мен суретші, 3 апалы-сіңлілі қойылымдары қойылды. Рөлден рөлге ауысқанда орындаушының шеберлігі бірте-бірте өсті. Бірақ оны қаншама тер, өзін-өзі сынау арқылы дамыту керек болды. Айтжановтың сахнадағы алғашқы қадамдары туралы айта келе, ұйқысыз түндер мен қызықты сәттерді еске алады. Театрдағы жұмысымен қатар актер фильмдерде де ойнады. Оның дебюті Рымбек Әлпиевтің Мұхтар Әуезовтың жетім үлесі повесі бойынша түсірілген Қасқыр сағаты фильмінде болды. Ал Айдасламбек Таукеланың Махамбет тарихи фильміндегі ақын Махамбет Өтемісұлының келесі басты рөлі сияқты сәтсіз болып шықты. Актер үшін басты қиындық ұлы әділдік үшін күрескер бейнесі қазақ көрермендеріне жақсы таныс, және олардың әрқайсының осы атақты жазушының кейіпкері туралы өзіндік ойы болды. Сондықтан Айтжановтың интерпретациясы көпшіліктің көңілін қалдырды. Оның өзі сәтсіздіктен кейін бұл кәсіпті тастап кетуді де ойлады. Шынымды айтсам, мен бұл суретке жаңа ештеңе әкелген жоқпын. Қасқыр сағаты туралы ойы. Маған қиын болды. Актерлік, тіпті өмірлік тәжірибем де болмады. Театрда 5 жыл жұмыс істегеннен кейін ғана өзімді аздап актер сияқты сезіндім.
Ал енді барлық рөлдерімді басқаша ойнайтын едім. Аттас фильмдегі сол Махамбет мен үшін мүлде басқаша болар еді. Сценарийді оқығанда мен өзімді бұл рөлге жататындай сезінбедім. Бірақ оны фильмнің авторларына түсіндіру әрекетім сәтсіз болды, деп мойындады актер. Бақытымызға орай режиссерлер Айтжановқа деген ықыласын жоғалтпады. 2007 жылы ол Фархат Махмудов, Рамиль Сабитов және Игорь Бариновпен бірге ойнаған ресейлік «Застаста» сериалында Селим рөлін алды. Орындаушының фильмографиясындағы келесі көрнекті жоба оған өз елінде алғашқы танымалдылық әкелген «Ағайындылар» криминалдық сериясы болды. Беріктің келесі үлкен кино туындысы ол өзінің мансабында алғаш рет күрделі кастингтен өтуге тура келген Егор Кончаловскийдің жас кезінде Марат Аюмовтың бейнесін жасау сеніп тапсырылған А фильмі болды. Кәрілік кезінде оны Сейдолла Молдаханов сомдаған. Басқа рөлдерді Денис Никифоров, Иван Житков және Гоша Кусенко ойнады. Маған осы режиссермен жұмыс істеу ұнады. Әзіл мен көңілді, бірақ сонымен бірге ол бүкіл түсіру тобын қашан жұдырықта ұстау керектігін біледі. Егор Андреевичтің жұмыс стилі ерекше дер едім. Қатты талап етуді де біледі, бірақ бірде-бір реніш сөзсіз. Ең бастысы бұл актерлерге өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік береді деп еске алды актер түсірілім туралы. Айтжановтың фильмдердегі барлық рөлдерінің ішінен ол Арсен Ерденовтың оққағары рөлін сомдаған «Ликвидатор» жекпе-жек өнері туралы криминалдық сериал көрермендердің үлкен қызығушылығын тудырды. Қазақстандық актердің одан әрі шығармашылық жолы сәтті болды. Басты рөлдерге үнемі шақырылып, өзі шығармашылық шеңберін кеңейтті. Осы кезеңде Айтжановтың қоржынында комедия, «Тракторшының махаббаты» Димаш Ахимовпен және мелодрама Алена Бабенко мен Евгений Стычкинмен бірге параллельді әлемдер сияқты жанрлар пайда болды. Берік Сергей Снежинкиннің «Жұлдыздар қатарласуы» сериялық фильмінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызықты бейнесін жасады. Оның серіктестері атақты ресейлік әріптестері Сергей Гармаш, Алексей Гуськов және Дария Мороз болды. 2019 жылы Ахан Сатаевтың «Томирис» тарихи фильміне түсіп, Әділ Ахметов пен Еркебұлан Дайыровпен бірге сахнаға шықты. Бұл картина түрік киногерлері түсіріп, 2 жылдан кейін жарыққа шыққан «Аңыз» тарихи сериалынан айырмашылығы көрерменнің көңілінен шықпады. Қазақстандық актердің серіктестері арасында Ибру Шахин мен Эдип Тепелі де болды. Актер зайыбы Айгерім Байбергеновамен театр институтында оқып жүргенде танысқан. Болашақ жұбайлар сыныптас болды. Өзінің таңдағанның арқасында Айтжанов жеке өмірін реттеп қана қоймай, театрға жұмысқа тұру үшін қажет қазақ тілінде жетілдіре алды. Қазір ерлі зайыптылар 2 баланы тәрбиелеп отыр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерінің қатысуымен өткен жаңа жобалардың бірі Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботаров және Александра Ревенкамен бірге сахнаға шыққан «Арзу кедейді сомдаған Галиев» драмалық триллері болды. Әділхан Ержанов фильмінің премьерасы Венеция кинофестивалінде өтті және ол 2022 жылдың қыркүйек айының соңында ресейлік прокатқа шықты. Айтжановтың сүйікті фильмдері Ұлы Отан соғысы туралы фильмдерді атайды. Соғыс және соғыстан кейінгі кезең. Олардың қатарында Александр Коттың Андрей Мерзликин, Павел Деревянканың қатысуымен Брест-Камал драмасы және Владимир Машков пен Михаил Пореченков пен Сергей Урсляктың «Ликвидация» детективі бар. Шетелдік фильмдерден Марлон Брандо мен Аль Пачиноның Фрэнсис Форд Копполаның «Өкіл әке» эпикалық гангстерлік драмасы. Сондай-ақ Бервикке, Леонардо Ди Каприо қатысқан барлық фильмдер ұнайды. Өйткені Оскар иегері оның ойынша қарапайым жобаларда ешқашан ойнамайды. Берік мысықтарды өте жақсы көретінін мойындады. Орындаушы Голливуд актерлары Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Дастин Хоффманмен бірге сахнада ойнауды армандайды. Hazırmısın Osman? Hazırım ya. Актер сериалда моңғол елінің қолбасшысы Найман батырдың рөлін ойнады. Жағымсыз кейіпкер Найман әлемдік жұлдыз Бурак Өзчевит сомдаған Осман батырдың тікелей бақталасы болады. Түрік сериалының біздің елден ерекшеленетіні сериалға өте көп қаржы бөлінеді. Бір серия біздің толық метрлі киномен пара-пар келеді. Сосын өте жылдам түсіреді. 2 сағаттық сериалды 5-6 күн ішінде түсіріп, 7-ші күні эфирге шығаратындай жылдамдықпен жұмыс істейді, дейді актер.
Айта кетейік, Берік Айтжанов осыған дейін Дестан атты түрік сериалында Қытай императорының рөлінде ойнаған болатын. Сол кезде актер Боздақ кинопродакшнмен келісім шарт жасасқан. Биыл да дәл осы ұжыммен бірге жұмыс істеуге шақырту алған. Мысалы, мен осы продакшнге кірдім бе, демек мені алдағы 1 жыл бойы жұмыспен қамтамасыз етеді. Себебі сен бір сериясында барсың, ал бір сериясында жоқ болсан да сенің апталық қаражатын жүріп отырады. Біздің қазақ киносынан актерге берер гонорары онша көп емес, бірақ дегенмен жоғары. Бұл жақта ақшаны сериалдың санына байланысты алады. Мысалы, бізде 1 ай түсіріп, келесі жобаны 3-4 ай, тіпті 1 жыл күтуін мүмкін. Ал бұл жақта бір жобаға кірдің бе, 8-9 ай түсірілім алаңына сенің кейіпкерін шығып кетпейінше түсіп жүресің. Сондықтан әрине қаражат жағынан өте ыңғайлы. Жұмыспен толықтай қамтамасыз етеді, дейді Берік Айтжанов. Актер өз тәжірибесін шетелде сынамаққа ниет етіп, көптеген кастингке барғанды жасырмады. Тіпті осы сериал үшін арнайы түрік тілін жетік меңгерген. Ал кино желісі бойынша Ертоғырылдың ұлы Осман императоры мен моңғол қолбасшысы Найман батыр арасында қандай да текетірес болатын актердің өзінен сұрап білген болатын. Сериал желісі қандай болған нақты бәріне айта алмаймын. Айтып отырмын ғой, бақталастық, текетірес өте көп. Бірақ көп кейіпкері моңғолдың немесе византиялық болсын, кейде Осман ислам дінін қабылдатқызып, өзіне жақтас қылып алатын. Бірақ менің кейіпкерім ондайға бармайды, дейді актер. Жұлдыздың марапаттары. 2009 жылы Қазақстан кинематографистер одағының құлагер ұлттық киносыйлығының иегері атанды. 2016 жылы елбасының жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағымен марапатталды. 2018 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті қоры сыйлығының лауреаты атанды. Сіздерге бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және келесі қай жұлдыз туралы білгілеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.